Қытай экономикасының қарқыны туралы Project Syndicate басылымының тілшісі Кеу Джейн жазады. Экономистердің көбісі Қытай экономикасының проблемасы сыртқы үлкен профициттерді тұтыну мөлшерінің аздығынан, өндіріс қарқынының шектен тыс көптігінен немесе қоршаған ортаның бүлінуі болып отырғанын мойындай бермейді. Бірақ бұл тек үлкен проблеманың келеусіз ғана бір бөлігі деп тоқталады мақала авторы. Оның ойынша құрылыс пен өндіріс экономикалық дамудың қозғаушы күші болып саналады. Дамудың осы үлгісінің айқын ерекшеліктерінің бірі ретінде соңғы 10 жыл көлемінде жылына шамамен 10% құраған Қытайдың ішкі жалпы өнімінің өсімі мен жылына небары 1-2% құраған еңбекпен қамту ісінің көрсеткіштерінің өзара сәйкес келмеуін айтуға болады. Демек, индустрияландыру мен экспорттың артуы Қытайдағы жалпы бұқараның жұмыс күшін толығымен қамти алмайды деп жазады мақала авторы. Журналистің ойынша, мұндағы басты проблема өндірістік сектордағы еңбек өнімділігінің қарқыны соңғы 20 жыл ішінде жылына 10%-ға артуы көп мөлшерде жұмысшыларды қызметке қабылдау қажеттігінің төмендеуінен болып отыр. Ал қызмет көрсету секторындағы жағдай керісінше. Бұл салада жұмыс күшінің өнімділігінің өсімі айтарлықтай бәсеңдеген. Бұл құбылыс жұмыспен қамтылу көрсеткішінің тиімді боларын көрсетеді деп жазады автор. Ол өз сөзінде Құрама Штаттарды мысалға келтіреді. Бұл елде 2012 жылы жұмыс күшінің шамамен 80% қызмет көрсету секторында кеңінен шоғырланған деп толықтырады мақала авторы. Ватикан отбасылық құндылықтарды моральдық жетістікке айналдыруы мүмкін деп хабарлайды Week газеті. Журналистер осы аптада Ватиканда үлкен өзгерістер болғаны туралы жазады. Бұған Рим папасының отбасы мәселелерін талқылау үшін шақырған епископтар синодының жұмыстары қорытындыланған құжат себеп болыпты. Елді елеңдеткен бұл баяндамада не айтылды екен? Ендеше құлақ түрейік. Ватикан отбасылық құндылықтарды өзінше насихаттауға көшкен тәрізді. Шіркеу дәстүрлі емес отбасылық қарым-қатынастар, мысалы некеден тыс байланыс пен екінші рет некелескендер, қала берді бір жыныстылардың бірлесіп шаңырақ көтеру секілді мәселелерге өз ұстанымдарын таңыпты. Осылайша дінбасылар бұл адамдардың шіркеу ілімін бойына сіңіретінен үміттеніп отыр деп жазады басылым. Алайда баяндамада келтірілген деректердің көбісі бұрыннан бар нәрселер. Сол себепті бұл дәйектердің қисынсыздығынан алған журналист дінді үйренуге үгіттейтін құжатқа назар аударуды ұсынады. Баяндамада айтылған деректер бір-біріне қайшы келеді. Ал Селлен басылымының жазуынша, ақш президенті Гуантанамо түрмесін қалай жабарын білмей бас қатырып жүрген жайы бар. Ол өзіне дейінгі президент Буштан мұраға қалған масқарадан құтылудың жолын осыдан іздемек. Гуантанамо шығанағындағы түрме ақш тарихындағы ақтаңдақ болып қалады дейді журналист Саймон Мелли. Бұл америкалық құндылықтар мен идеяларға қарама-қайшы келеді. Сондықтан бұл мәселе ешқашанда қоғам үшін ашық болған емес деп жазады мақала авторы. Бұл түрме Американың мүддесіне кереғар келіп отыр. Ол біздің еліміздің күллі әлемнің көшбасшысы болуға ұмтылған әрекетіне кедергі болып, адам құқын қорғау ісіндегі жетістіктерді аяқ асты етеді. Билікті ашық сынайтын біздер үшін адам тағдырына жалаңаш шешіммен нүкте қойып, талайды баудай түсірген Гуантанамо бізді өз еркімізден тыс жіпсіз байлап отыр. Сондықтан адами құндылықтарға қайшы келетін Гуантанамо неғұрлым тезірек жабылуы тиіс деп жазады автор. Обама егер бұл күрделі мәселені шешіп, тығырықтан шыға білсе, онда бұл іс оның өз билігін сақтап қалу жолындағы маңызды қадамдардың бірі болмақ. Француздық Le Point басылымының тілшісі Герик Понсе әлемтордағы қауіпсіздік мәселесі туралы Евгений Касперскиймен болған сұхбатты сынады. Тыңшылықпен күреске басымдық берілуі керек. Өйткені оның белең алуы үкіметтерді интернетті сегментке бөліп әлемдік желіде аңду жүйесін орнатуына әкеп соғады деп мәлімдейді Касперский зертханасының бас директоры. Бағдарламалаушы компьютерлік қаруды таратпау туралы әлемдік келісім жасау жайында арманын айтыпты. Алайда ол дүниежүзі мемлекеттерінің виртуалды әлемнің майталман мамандарын компьютерлік қаруды сақтауға жұмылдыратынынан қауіптенетінін жасырмайды. Егер мемлекеттер арасында ғаламат киберсоғыс басталса, компьютерлік шабуылдар адам үшін қатерлі болады. Біздің қоғамда көше қозғалысын реттейтін бағдаршамдардан бастап, зауыттардағы конвейер желісіне дейін компьютерлік технология кеңінен таралған деп атап өтеді Касперский газетке берген сұхбатында. Касперский зертханасы өзін ешқандай саяси күшке бағынбайтын тәуелсіз бірлестік ретінде көрсетіп, зиянды кодтарды анықтаумен айналысатынын мәлімдеп отыр.